Musulmanдар айтады, момындар, musulmanдар айтады, Аллахтан қорқамыз, өлімнен қорқамыз деп, қияметтен қорқамыз. Бұл тек қана тілде болып қалады кейбір уақыттарда. Тілде болғанның өзі бір адамды жақсылыққа жеткізіп жамандықтан қайтармайды. Ол жүректен болатын сенімнен шығып келу керек тілден. Себебі шынайы қорқыныш, Шейх-ул-Ислам рахимахулла айтқандай, шынайы қорқыныш қалай болады? Оның нәтижесі болады. Шынайы қорыққан адам қорқуының нәтижесі болады. Ол нәтиже не? Амал. Жақсылықты істеуге бастаса сол қорқу, жамандықты тастауға бастаса сол қорқу, демек ол дұрыс қорқу болады. Болмаса ол өтірік. Наби саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай, "Ман хафа адлаж ва ман адлажа балагал манзил", кімде-кім түнде біреу бастырып келуінен қорқатын болса, таңда бастырып келуінен қорқатын болса, түнде шығып кету керек ол жерден. Кімде-кім түнде шығып кетсе, адамдар бастырып келген уақытта жететін жеріне жетіп алған, сәлемет қалған болады. Бұл амал қылып жатыр. Сол үшін өлімнен, оның келетін жағдайынан қорыққан адам өлімді еске алғандығы артынан амал жасау керек. Дүниенің армандарын қысқарту керек. Өзіндегі бар нәрсеменен қанағаттанып шүкір қылуға үйрену керек. Уайилла бұл дүние кімнен қалған саған қалатындай. Дүние жинаған адамдардың 100 мыңдағаны өтіп кеткен. Бірақ олардың артынан не қалды? Аллахтың алдына немен жолықты? Сол дүниелерменен болса да жақсылық қылған болса сол жақсылығы қалады. Аллахқа сонымен жолығады. Болмаса жоқ. Адам кәрти еді, бірақ ода екі сипат бар, ол кәртимейді. Адам 100-ге кіруі мүмкін, 100-ден асуы мүмкін. Соның жан-жағында болуы мүмкін. Кәртиіп сүйекте